Қайырлы күн балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Х әрпі мен дыбысы және заңдылықтар. Сіздермен бірге Гүлзина Жақсылыққызы. Сіздер қазір Х дыбысына берілген сөздерді бейне жазбадағы сөздермен бірге қосылып айтып көріңіздер. Х әрпі. Х әрпі. Хат. Хат. Дәріхана. Дәріхана. Хайуанат. Хайуанат. Шахмат. Шахмат. Кітапхана. Кітапхана. Хор. Хор. Асхана. Асхана. Хоккей. Хоккей. Мінекей балалар, Х дыбысы дауыссыз дыбыс сөздің басында және ортасында кездеседі, соңында кездеспейді. Берілген сөздерді оқисыздар, суреттегі сөздерге дыбыстық талдау жасайсыздар, Х дыбысының орнын анықтайсыздар. Берілген сөздерді оқып, мәтінді көшіріп көріңіздер. Нұсқаулыққа қарап, Х дыбысын жазып көріңіздер. Мәтінді көшіру міндетті емес. Егер көшіре алатын болсаңыздар, көшіріп көріңіздер. Және берілген жазу барысында қолымызға, саусақтарымызға жаттығу жасаймыз. Енді бүгін сіздер заңдылықтар деген тақырыппен танысатын боласыздар. Мұқият қарайсыздар. Бірінші бізде сары тұр, екінші қызыл, үшінші көк дөңгелек тұр. Осы заңдылықты сақтай отырып, тізбекті жалғастырып салыңыздар. Бірнеше тізбек жасаңыздар. Заңдылықтарды тағы да анықтауды үйренеміз. Мына жерде заңдылық сандар, бір таңбалы сандар өсу ретімен жазылуға тиісті болып тұр. Сіздер келесі сандарды тауып жазасыздар. Ал мына жерде ондықтардың өсу реті беріліп тұр. Заңдылық сол жалғастырасыздар. Ал мына жерде қызыл төртбұрыш, көк дөңгелек, сары үшбұрыш. Әрі қарай қызыл төртбұрыш, көк дөңгелек, келесі қандай фигура болу керек? Сіздер оны алдыңғы заңдылыққа қарап біліп тұрсыздар. Сол келесі қандай фигура болу керек? Ол қандай түсте болу керек? Сіздер тауып саласыздар. Келесі тапсырмада да заңдылыққа мұқият қарайсыздар. Барлық дөңгелек төртке бөлінген. Сол заңдылық бойынша бояйсыздар. Бірінші дөңгелектің жоғарғы жағындағы сол жақ, екіншісі сол жақтың төменгі жағы боялған. Жоғарғы сол жақ, төменгі сол жақ, жоғарғы сол жақ, төменгі сол жақ. Заңдылықты анықтап, келесі фигураларды да толықтырасыздар. Тағы да заңдылық бойынша жұмыс жасайсыздар. Тізбекті жалғастырып бояйсыздар. Мына дөңгелектердің ішіндегі заңдылықты анықтап көріңіздер. Мына бос орындарда қандай ондықтар болу керек? Мінекей балалар, бүгін сіздер алғашқы заңдылықтарды анықтауды үйрендіңіздер және Х әрпімен дыбысын танып білдіңіздер. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.